болады, соны көрсететін боламын. Ол үшін настройкаға кіреміз, поставщикке склад дегенге кіреміз, склад дегенді басамыз. Осы жерге новый материалды қосқаннан кейін мінекей молоко, осы молоконы қосатын боламыз. Ол үшін мінекей жасыл плюс батырманы басамыз. Осы жерге мысалға 5 штук әкелдік, 500 теңгеден. И келесі ет, пепси, кола осылайынан қоса беруге болады. Енді мен осы жерге 5 штук 500 теңгеден, мына жерге 10 штук 300 теңгеден жаздым. Не, общий 5500 теңге. Енді мен барлығын жазып болғаннан кейін мына жерге 5500 теңге деп жазам. Сохранить деген басам. Окей. Кредиторкадан көрінді. Көрінеді қазір. 5500 теңге. Енді осы сатып алынған заттар мінекей финансыға кіріп, операция мына жақтан көрінді. Бүгінгі 5 жаңағындай сүт алғанымыз 10 деген сияқты. Материал деген жерден көрініп тұр. Ішіне дальше кіріп көрсеңіздер болады.